Атыраулықтардың көңілі елең алаң. Індеттің беті қайтып, карантин аяқталса дейді. Алайда шектеу шаралары 8 маусымға дейін созылды. Атырау облысының бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес сағат 9:00-ден 22:00 аралығында гипермаркет, супермаркет, азық-түлік дүкендері, дәріхана бірінші қажеттіліктегі сауда нысандарының жұмысына рұқсат берілді. Бұл туралы онлайн брифинг барысында спикерлер мәлімдеді. Атырау облысының бас санитарлық дәрігерінің енгізілген өзгертулеріне сай ірі дәмхана, мейрамхана, асхана қызметтері бір мезгілде ара қашықтықты сақтай отырып 30 адамнан артық тұтынушыны қабылдай алмайды. Сондай-ақ думанды спорттық жиындарға, отбасылық шаралардың үйде өткізілуіне, діни нысандардың жұмыстарына рұқсат берілген жоқ. Сонымен қатар Атырау халықаралық әуежайы, темір жол вокзалы мен автовокзалдарының жұмысына ішінара шектеу қойылды. 2020 жылғы 20 мамыр сағат 07-ден 8 маусым сағат 07-ге дейін Атырау облысының жедел штабымен бекітілген блокпосттарды кесіп өту ережелерінде көрсетілген жағдайлардан тыс Атырау қаласының карантиндік аймақтарына кіріп шығуға тыйым салынады. Бұл енді Атырау қаласының жан-жағындағы блокпосттар сақталады деген сөз. Сондықтан да Атырау қаласына келіп кетуге оған тыйым салынады. Бұндай шектеу Жылой ауданында, Құлсары қаласында, Майкөмген ауылында және басқа ауылдарға да және Мақат ауданының Мақат поселкесінде карантин режимі енгізіліп отыр. Сондай-ақ әкімдікке қала тұрғындарынан базарларды ашу жөнінде көп өтініш түскен, бірақ өңіріміздегі санитарлық жағдайға байланысты ұсыныс қанағаттандырылмады. Тек қана ашық алаңдарда ауыл шаруашылық жәрмеңкелерінің жұмысы жанданады дейді Атырау қаласы әкімінің орынбасары Ринат Жаңғылышев. Біздің сұрайтымыз сол қаулыға сәйкес, ережеге сәйкес бетперделерін арақашықтықтан сақтап, қоғамдық көлікке отырғанда бір-бірімен тығыз тұрмай, сол ережелерді сақтауды сұраймыз. Қалған жәрмеңкелер жөнінде қосымша ақпарат беріледі. Келесі демалыста орындары, әлеуметтік желілерде өз хабарландырулар орналастырады. Брифинг барысында мәлім болғандай арнайы топтар сауда орындары мен кәсіп орындарды тексеруде. Атырауда сондай-ақ аудандарда 46 мобильдік топ жұмыс істейді. Олар 18-23 мамыр аралығында өткен рейд кезінде 1020 нысанды тексерген. Нұрислам Ғұмар, Атырау телеарнасы.